Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. 21 тамызда қай өңірде аптап ыстық болады? Синоптиктер нақтылады. Алдағы бейсенбі 2025 жылғы 21 тамызға арналған республикалық ауа райы болжамы жарияланды. Алматы облысындағы күн +35 градусқа дейін, Маңғыстау облысында +38 градусқа дейін қызады. Оңтүстікте антициклон ықпалындағы жауын-шашынсыз қапырық ауа райы сақталады деп хабарлайды анықтайм.кз ақпарат агенттігі. Солтүстік батыс циклоны және де соған байланысты атмосфералық фронттардың Қазақстан аумағының басым бөлігінде өз ықпалын сақтайды. Найзағай ойнап жаңбыр жауады. Солтүстікте нөсер болады, батыс және де солтүстікте бұршақ жаууы мүмкін. Дауылдың тұруы ықтимал. Республика бойынша жел күшейеді, батыста солтүстікте түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін деп хабарлайды Қазгидромет РМК баспасөз қызметі. Гидрогеографиялық орталық өрт қаупіне де назар аударуда. Жоғарғы өрт қаупі Алматы облысындағы, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында, Ұлытау облысының шығысында, Атырау облысының шығыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде, Абай облысының оңтүстік батысында сақталады. Төтенше өрт қаупі Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматының батысы, солтүстігі, шығысында, Атырау облысының батысы менен шығысында, сондай-ақ Қостанай, Қарағанды, Ақтөбе облыстарының оңтүстігінде болжанады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.